Сәлеметсіздер ме? Мен Жақия Шайжүнісов атындағы электронды колледжінің информатика пәні оқытушысы Қасымова Гүлнұр Ильясқызы. Бүгінгі сабақты қазақтың ұлы ақыны, ойшылы, сазгері және қазақ әдебиетінің негізін қалаушысы Абай Құнанбайұлының сөздерімен бастағым келіп отыр. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Артық білім кітапта, ерінбей оқып көрге деп айтқандай, бүгінгі сабақты өз талпыныстарымен және еңбектерімен оқу біліммен ұштастырады деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Excel бағдарламасының қаржы функцияларын несие есептеуде қолдану. Сабағымыздың негізгі мақсаты қаржылық функциялар туралы түсінік беру және осы қаржылық функцияларды несие есептеуді қолдануға үйрену. Жалпы бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен Excel бағдарламасы туралы қысқаша шолу жасап өтейін. Excel бағдарламасы бұл қолданбалы бағдарлама болып саналады. Excel бағдарламасының көмегімен әртүрлі математикалық амалдарды, қаржылық, экономикалық есептерді шешуде, сонымен қатар түрлі түсті диаграммалар, графиктер тұрғызуға, мәліметтер базасын құрып, әртүрлі жұмыстарды атқаруға мүмкіндік береді. Осы Excel бағдарламасы тек қана экономика саласында емес, сонымен қатар зерттеу, әкімшілік салаларында кең қолданылады. Өзің үшін үйренесің, ашыларсың жылма-жыл деп Абай атамыз айтқандай, жаңа сабағымызға көшейік. Жаңа сабағымыздың тақырыбы, яғни қаржылық функциялардың көмегімен несиені есептеу. Жалпы қаржылық функциялары кәсіпорынның қаржылық, тұрмыстық қызметін жоспарлауда, талдауында, сонымен қатар құрал инвестицияларын салуға қатысты есептерді шешуде қолданылады. Қаржы функцияларының ішінде үш үлкен топты қарастыруға болады. Олар бағалы қағаздардан амортизациялық төлемдер, рента төлемдері және бағалы қағаздардан табыстарды есептеу үшін қолданылатын функциялар. Бүгін осы қаржылық функциялардың ішіндегі рента төлемдерін есептеу үшін қолданылатын функцияларды, яғни PLT, PRPLT, PS қаржылық функцияларын қарастырамыз. Жалпы Excel бағдарламасында функцияларды қолдану үшін келесі командалардың бірін орындауымыз керек. Меню жолындағы формулалар бөлімін таңдап, оның ішіндегі функцияны кірістіру батырмасын басамыз. Осы функцияны кірістіру батырмасын басқаннан кейін бізде функция шеберінің сұхбаттық терезесі шығады. Осы сұхбаттық терезесінен категория бөліміндегі қаржылық категориясын таңдаймыз. Қаржылық категорияны таңдап болғаннан кейін өзімізге керекті қаржылық функцияны таңдаймыз. Суретте көріп тұрғаныңыздай меню жолындағы формула жолы және функцияны кірістіру батырмасы. Міне жаңа ғана айтып өткендей шебер функциясының сұхбаттық терезесі. Яғни қаржылық функциясының категориясын таңдаймыз. Одан кейін барып өзімізге керекті қаржылық функциясының түрлерін таңдаймыз. Мысалға мында көрсетіліп тұр PLT және OSPLT. Немесе құралдар тақтасында FX белгісін таңдау арқылы өзімізге керекті қаржылық функцияны таңдауға болады. Үшінші тәсілі шебердің бастапқы терезесіне іске қоспай-ақ қажетті қаржылық функцияларды таңдауға болады. Ол үшін таспадағы функциялар кітапханасы параметрлер тобындағы формулалар қойындысында қаржылық тізбесін басу керек. Осыдан кейін барып, осы блоктағы барлық қолжетімді құралдарының ашылмалы тізімінен керекті функцияны таңдаймыз. Бұдан кейін оның аргументтер терезесі ашылады. Excel кестелік процессорындағы PLT, PRPLT, PS қаржылық функциялар арқылы кезеңдегі несие төлемдерін, негізгі төлемдер мен процентті төлемдерді есептеуге болады. Жалпы PLT функциясы кезеңдегі жалпы төлемдерді есептеу үшін қолданады. Оның негізгі аргументтеріне ставка, өздеріңіз көріп тұрғандай КПР, PS, BS және тип. Ставка дегеніміз кезеңдегі проценттік ставка. Яғни, мысалға біз кредит алғанда, не болмаса депозит салған кезде, оның пайыздық мөлшерлемесі беріледі. Сол пайыздық мөлшерлемесін көрсетеміз. КПР, яғни төлемдерді төлем мерзімінің жалпы саны. Яғни, мысалға біз несие алған жағдайда ол неше жылға алып отырмыз. Не болмаса депозит салған жағдайда біз депозитті неше жылға салып отырмыз. Яғни оның мерзімін көрсетеміз. PS ағымдық мерзімдегі несиенің жалпы сомасы. Яғни өзінің атынан айтып тұрғандай, біз несие алған жағдайда қанша біз сома алдық. Не болмаса депозит, банкке депозитке салған кезде біз бастапқы сомасы қанша, соны осы аргументке
енгіземіз. БС бұл соңғы төлемнен кейінгі болашақта болу мүмкін құн немесе қолма-қол баланс. Яғни біз депозитке мысалға ақша салған жағдайда біз неше жылдан кейін бұл депозит 10 мың теңгеміз неше есе көбейеді, не болмаса неше есе артады. Соны білу үшін осы біз БС-ті қолданамыз. Егер БС аргументі жоқ болса, онда 0 деп есептейміз. Тип аргументі 0 немесе бір сандар төлемінің сәйкес мерзімнің басында немесе соңында төленетінін көрсетеді. Егер 0 деп қоятын болсақ, онда төлем кезеңнің соңында төленеді. Ал 1 деп қоятын болсақ, онда кезеңнің басында төленеді. Бұл функцияның негізгі синтаксисі, яғни формуласы теңдік белгісінен PLT функциясы жақшаны ашып, ставка, КПР, ПС, БС, тип деп жазып, одан кейін барып жақшаны жауып, біз ары есептейміз. PRPLT және OSPLT әр кезеңдегі негізгі төлемдер мен процент бойынша төлемдерді есептеу үшін қолданылады. Бұл функцияларында тек төлем кезеңін көрсететін период аргументінен басқа барлық аргументтер PLT функциясының аргументтерімен бірдей болып келеді. Өздеріңіз суретте көріп тұрғандай, ставка, период, КПР, ПС, БС. Яғни ставка жаңағы айтып өткендей бұл кезеңдегі пайыздық мөлшерлеме, период төлем сомасын анықтайтын кезең, яғни неше жыл, бірден КПР-ге дейінгі диапазонда болу керек. КПР жаңағын айтып өткендей төлемдерді төлем мерзімінің жалпы санын анықтайды. Ал ПС ағымдық мерзімдегі несиенің жалпы сомасы. БС соңғы төлемнен кейінгі болашақта болуы мүмкін құн немесе қолма-қол баланс. Егер БС аргументі жоқ болса, онда 0 деп есептелінеді. Бұл функцияның синтаксисі PRPLT, ставка, период, КПР, ПС, БС. Бұл функцияларды қолдану кезінде мынандай ескертулерді еске сақтауымыз қажет. Егер төлем ай сайын төленетін болса, онда жылдық процент ставкасын 12-ге бөлуіміз керек. Неге? Себебі бір жылда бізде 12 ай бар. Сондықтан қазіргі банк саласында бізде ставкасы бір жылға беріледі. Сондықтан біз ставканы 12-ге бөлеміз. PLT функциясымен есептелінетін төлемдер негізгі төлемдер мен процент бойынша төлемдерді қамтиды. Бірақ кейде қарызбен байланысты болатын салықтарды, резервтік төлемдерді немесе комиссияларды қоспайды екен. БС функциясы. Бұл БС функциясы инвестициялардың болашақ құнын есептеу үшін қолданылады. Оның аргументтері басқа функциямен салыстырғанда ұқсас. Яғни ол қандай аргументтерден тұрады? Барлығында бірдей ставка, яғни кезең үшін пайыздық мөлшерлеме, КПР кезеңдердің жалпы саны, PLT әр кезең үшін тұрақты төлем болып саналады, ПС яғни келтірілген құн. Тип жаңағы айтып өткендей төлем мерзімін кезеңнің басында немесе соңында белгілеу жатады. Бұл функцияның негізгі формуласы, не болмаса синтаксисі теңдік белгісінен БС, ставка, КПР, PLT, ПС, тип енгізгеннен кейін біз жақшаны жауып арқылы Enter пернесін басып ары есептейміз. Келесі функциямыз бізде PS функциясы. PS функциясы инвестициялардың келтірілген құнын есептеу үшін қолданылады. Бұл функция PLT функциясының кері функция болып саналады. Ол дәл осындай аргументтерге ие, бірақ нақты есептелген ағымдағы құн, яғни PS аргументінің орнына мерзімді төлем сомасы PLT көрсетіледі. Бұл функцияның негізгі синтаксисі, яғни теңдік белгісінен PS, ставка, КПР, PLT, BS, тип. Жақшаны жабамыз да Enter пернесін басу арқылы біз ары есептейміз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың түсіндірмесі осы. Енді біз келесі кезеңіміз тәжірибелік кезеңімізге көшейік. Қаржылық функцияларды есептеуде қарастырайық. 4 мысал есеп берілген. Банкке салынған ай сайынғы салым сомасын жылдық 10%-пен есептейміз. Салынған сомамыз 15 жылдан кейін 50 мың теңгені құрайды. Төлем кезеңінің басында жүзеге асырылады. Яғни бұл есепте біз PLT функциясын қолданамыз. Пайыздық мөлшерлеме 10%, сақтау мерзімі 15 жыл, жинақталған сома 50 мың теңге. Табу керек ай сайынғы салым. PLT функциясын қолданамыз. FX-ті басамыз.
қаржылық функция категориясын таңдаймыз. PLT қаржылық функциясын ерекшелеп аламыз. Ставка деген жерге 10% бөлу 12. Неге 12? Себебі бір жылда 12 ай бар. КПР, яғни мерзім 15, көбейтеміз 12. PS-ке ештеңе жазбаймыз, өйткені бізде ай сайынғы салымды анықтау керек. Сондықтан біз жазбаймыз. BS бізде жинақталған сомамыз 50 000 теңге. Енді есептің шарты бойынша төлем кезеңінің басында жүзеге асырылады деп тұр. Сондықтан біз 1 деп қоямыз. Енгізілді барлығынан окей дейміз. Яғни бізде ай сайынғы салымыз 119 теңге 64 тиын екен. 119 теңге 64 тиын ай сайын салып тұрсақ, 15 жылдан кейін 50 000 теңгені құрайды екен. Екінші есеп 3 жылдық займ үшін бірінші айдағы пайыздар бойынша төлемдерді жылдық 10% есебінен 100 000 теңгеге есептейміз. Бұл есепте біз PR-PLT функциясын қолданамыз. Пайыздық мөлшеріне 10%, сақтау мерзімі 3 жыл, кіріс уақыты 3 жыл, несие сомасы 100 000 теңге. Табу керек бір айдағы салымды. FX функциясын анықтаймыз. Басамыз. Қаржылық функциядан PR-PLT-ні таңдап аламыз. PR-PLT. Окей. Ставка 10%. Келесі периодқа бізде 3 жыл кіріс уақыты. КПР сақтау мерзімі 3 жыл. PS бізде 100 000 теңге. BS-ке ешқандай мән енгізбейміз, окей деп басамыз. Сода бізде бір айдағы сомамыз 3655 теңгені құрайтын болады. Үшінші есеп шартын оқиық. Банкке 5 жыл мерзімге жылдық 18% бен салынған 15 000 теңге болашақ капитал құнын анықтау қажет. Пайыздар 90-на 1 рет есептеледі. Бұл есепте біз BS функциясын қолданамыз. Пайыздық мөлшерлеме 18%, салым сомасы 15 000 теңге, сақтау мерзімі 5 жыл. Табу керек болашақ капитал құнын, болашақ соманы анықтау керек. Бұнда BS функциясын қолданамыз. BS. Енді ставкаға біз 18% ерекшелеп аламыз. Есептің шарты бойынша пайыздар 90-на 1 рет есептеледі. Яғни 1,90-да бір жылда бізде 4,90 бар. Сондықтан біз 4-ке бөлеміз. КПР 5 жыл. 5 жыл бұнда біз көбейтеміз 4-ке, яғни квартал бойынша. PLT-ға ештеңе жазбаймыз, өйткені ай сайын салым салмаймыз. Енді біз PS, яғни PS-ке біз қоямыз 15 000. Типке ешқандай мән енгізбейміз. Окей пернесін басамыз. 36 175 теңге болашақ құны есептелініп тұр. Яғни біз 15 000 теңгені 5 жылға 18% салатын болсақ, бізде 36 175 теңге шығады. Төртінші есеп 5 жыл ішінде жыл сайын 20 000 теңге әкелетін жылдық 18% бен инвестициялардың мөлшерін есептейміз. Бұнда біз PS функциясын қолданамыз. Жылдық кірісіміз 20 000 теңге, пайыздық мөлшерінеміз 18%, сақтау мерзімі 5 жыл. Инвестиция мөлшерін анықтаймыз. FX, PS функциясы окей. Ставка 18%, бұнда біз 12 айға бір жылға бөлмейміз 12-ке. КПР бізде 5 жыл. PLT бізде жылдық кірісіміз 20 000 теңге тұр. Сондықтан біз PLT-ға 20 000 ерекшелейміз. Қалған BS тип аргументтеріне мән енгізбейміз. Окей. Бізде сонда инвестиция мөлшері 62 543 теңге шықты. Бүгінгі қаржылық функциясына байланысты есептер шығардық, несие есептеуді шығардық. Үйге берілетін тапсырмамыз осы біздің Семей қаласы бойынша банктер, яғни Home Credit банкі және Forte банктың пайыздық мөлшерлемесін өздерін ізденіс жасап, несие есептеуге байланысты есеп шығарып келулеріңізді сұраймын. Яғни пайыздық мөлшерлеме 23% болғанда
3 жылға миллион теңгені алған кезде ай сайынғы төлемі қанша теңге болады? Соны есептеу керексіздер. 20% және қосымша өздеріңіз ізденіс жасап, Хоумкредит банктың пайыздық мөлшерлемесі қанша жылдық, сол бойынша миллион теңге 3 жылға ай сайын қанша төленеді екен? Соны есептеп келіңіздер. Рахмет, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.